Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 8-ші сынып 7-ші бөлім жас өспірім және заң. Сабағымыздың тақырыбы жас өспірім және ата-ана. Бізге берілген оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау, жай сөйлемдерді айтылу мақсатымен құрылымдық ерекшеліктеріне сай қолдану. Сабақ соңында күтілетін нәтиже: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтайды. Жай сөйлемдерді айтылу мақсатымен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданады. Бізге берілген оқылым мәтіні бүркіт жайлы аңыз. Баяғыда таудың қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті қыран өмір сүріпті. Өзгелерге өрлігімен өнеге болған әлгі бүркіт бір жылы өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандардың қанаттары қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз уақыт қалғанда, бүркіт 3 балапанын уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатып өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып былай деп сұрапты: қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп, бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскесін осының өте өретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар? Біріншісі айтыпты: анашым, мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма мінгізіп алып жүрем. Дүниенің 4 бұрышын түгел аралатам. Таңғажайып тамашаларды көзіңмен көретін боласың. Бүркіт басын шайқап уысындағы балапанын теңізге тастап жіберіпті. Сосын екіншісіне бұрылып: ал сен не айтасың депті. Екіншісі айтыпты: анашым, мен сені ел аралатып, босқа әуре қылмаймын. Ғаламның барлық кереметтері мен қызықтарын алдыңа әкеліп берем. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады. Бүркіт тағы да басын шайқап уысын жазып жібергенде екінші балапанда біріншінің соңынан кете барыпты. Бүркіт үшінші балапанына бұрылып, жарықшақ толы даусымен былай депті: ал сен мені қалай жарылқамақсың? Сонда үшінші балапан былай деп үн қатыпты: анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған аш ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылығыңның шеті де, шегі де жоқ екенін, оны өтеуге менің барлық ғұмырым жетпейтінін жақсы білемін. Дегенмен, менің өмірім сені әлемді аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа алып келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Сенің маған жасаған жақсылықтарының барлығын өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін боламын. Кәрі бүркіт сонда ғана көкірек кере терең дем алып, біздің әулет аманатын алға апарар қыран деген атқа лайық ұрпақ туылғанына көзім енді жетті деген екен. Оқылым мәтініне байланысты сұрақтарға жауап берейік. Қыранның сұрағына қалай түсінесіңдер? Екінші сұрақ: қыранның балапандарын аман қалдыру үшін мәтінді қалай аяқтар едіңдер? Әкеміз бен анамызға пана болып, жылы сөздермен қуанту, әрдайым жандарынан табылу күнделікті өмірдегі басты қағидамыз болуы керек дегенді қалай түсінесіңдер? Бізге берілген тілдік бағдардың тақырыбы бұйрықты сөйлемдер. Бұйрықты сөйлемдер сөйлеуші адамдарға қандай да болсын істі істеуіне не жеткізуі жөнінде айрықша ықпал жасау үшін айтылады. Бұйрықты сөйлемдер не бәсең ырғақпен, не көтеріңкі ырғақпен тиянақталып, белгілі бір амалдар арқылы жасалады. Бұйрықты сөйлемнің жасалу жолдары: біріншісі, етістіктің бұйрық райы арқылы жасалады. Мысалы, тыңдаңдар, тастаңдар бұл істі деді. Сөйлем мазмұны тілек, жалыну, ескерту, қауіп, сес білдіру мағыналарында берілгенде, бұйрық етістік баяндауыштары кейде ш, ш қосымшалы болып келеді. Мысалы, қоя тұршы жайна деді оған Майра. Екінші, шартты райға и, ш, ш жұрнағы жалғанады. Мысалы, отырсайшы, шай қояйын деді Хадиша. Үшінші, етістікке керек қажет, шарт, тиіс, мақұл, дұрыс тағы басқа сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, менің баруым керек, ол баруға тиіс,
сенің барғаның жөн. Төртінші, баяндаушы ашық райдың келер шақ тұлғасынан жасалса, кейде бұйрық мағынасын білдіреді. Мысалы, бүгіннен бастап олармен сөйлеспейсің. Бесінші, бұйрықты сөйлем жасауда әй, ей, жә, сап, сабыр, тәк, тәйт, тіс, мә деген одағайлар да жасалады. Мысалы, тіс, Давидов келе жатыр. Бұйрықты сөйлемдер мазмұны жағынан да, берілу сипат жағынан да біркелкі емес. Олар нақты сөйлеу жағдаятына қарай кейде кеңес беру, ұсыныс жасау, ескерту жасау, тілек, өтініш жалыну мәнді болып та жұмсала береді. Бұйрықты сөйлемді белгілі бір сөйлем жағдаят мәтіндегі өзіндік құрылым мен басқа да белгілеріне қарай анықтауға болады. Тапсырманы орындаңыздар. Яғни бізде оқулықта 5-ші тапсырма берілген. Мұнда екі пікір берілген. Біріншісі Нұрсұлтан Назарбаевтікі, екіншісі Гарсия Маркестің пікірі. Яғни бізге берілген тапсырма екі пікірге түсіндірме комментарий жазылып, ұсынылған ойдың мәні мен мағынасын ашып, өз ойларыңмен дәлелдеңдер. Келесі кері байланыс тапсырмасы оқулығымыздағы 176 беттегі 3-ші тапсырма. Тапсырмада ата-аналар атынан балаларға арнап төмендегі әріптерден басталатын бұйрықты сөйлемдер құрау берілген, яғни берілген әріптерге байланысты бұйрықты сөйлемдер құрастырамыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.